Бихрамның адамы келіп, сүрет құжаттарды алып кетеді. Доған және басқалары шабуыл жасағандарды қуып жүріп біреуін ұстап ала полицияға береді. Ал Чаглаға оқ тиген еді. Доған оны үйіне алып барады емдеу үшін. Синан мен Алтын біреу жүргенін сезіп тез кетіп қалады. Бихрам бір суреттің жоқ екенін және Чаглаға оқ тигенін біліп ашуланады. Доған Чагланың жарасын тігіп жатыр. Тәтесі Доған мен Чагланың арасында бір нәрсе бар деп күмәндануда. Синан үйіне келеді. Фикрет сол түсіп қалған суретті Доғанға алып келеді. Бұл суреттегі адамдарды іздестіріп бастайды. Дидем Чаглаға айтпай керісінше Синанның өзіне шығып оған шантаж жасайды. Чагла сурет жайлы Бихрамға жеткізеді. Мелекке түрмеге Генджо келеді. Мелек кет десе де кетпей екеуі кішкене сөйлеседі. Және Генджо оған ішінде телефон бар кітап береді. Бағанағы суреттегі адам Бихраммен бірге түрмеде отырған досы болып шығады. Ол қазір қарттар үйінде тұрады екен. Және ең қауіптісі ол Бихрамның шын есімін біледі. Бихрам Доғаннан бұл адамды жасыру үшін алдымен алып кетпекші болады, бірақ үлгермей оны өлтіруге мәжбүр болады. Доған мен Чагла да келді. Доған өліп қалғанын көрді және бұл іс Бихрамдық екенін түсінді. Сифа Нургулдың бір жігітпен ұрсып тұрғанын естіп, сол жігітке барып сөйлесіп келем деп жатыр. Синан мен Алтын Дидемді күтуде. Доған бұл адамға соңғы рет кім келгенін білді, және ол Генджо еді. Бұл қайтыс болған Бихрамның досы Генджоның туған әкесі. Генджо әкесінің өлімін біліп жылауда, ол әрине бұл табиғи өлім деп ойлауда. Ал Бихрам өз ісіне қынжылуда. Дидем олардсын көп мөлшердегі сумманы сұрады. Оған ашуланып кеткен Синан көшеге шығып кетті. Сол кезде Дидеммен келген Махинурды кездестіріп қалды. Синан мен Махинурдың көз алдына өткен шақтағы естеліктер келді. Махинур Синанды іздеп келгенде Тахир мырза оны итеріп жібергендіктен Махинур баласынан айырылып қалған екен. Чуваш Чагла туралы білген ақпаратын айтады. Тәтесі бұл ақпараттарға қанағаттанбай өзі Чагланың әпкесімен сөйлеспекші болады. Нургул мен Сифа келеді. Сифаның Нургулге біраз басы кетіп жүрген сияқты. Бұл неге алып барады екен? Мелек отбасымен сөйлеседі. Синан Махинур екеуінің суретін көреді. Және оны тәтесіне алып барып. Махинурды көргенін және енді оған тәтесі қамқор болу керектігін айтады. Доған Чагланы үйіне алып келеді. Доған Чавуштан бұл фотодағы адамдарды танисың ба дейді. Чавуш бұл фото түрмеде жасалған деп айтады. Доған Генджоның әкесінің жаназасына келеді. Сол жерде Чагланы да көріп қалады. Чагла тағы өтірігін айтып Доғанды сендіреді. Бихрамды полиция келіп алып кетеді. Бұл Доған мен Синанның ісі еді. Оны уақытша болсын түрмеде ұстап отыру керек болды. Алтын Дидемді шақырып ақша бергендей болып сонында қағып кетеді. Бихрам Генджоға Дидемді маған алып келіңдер дейді. Ал Доған Генджолардың ауданында бүкіл халыққа тегін көмек көрсетеді. Оны Генджо біліп барады. Сол кезде Доған Генджоға арнайы укол салып, салдым деп ішке алып кіріп кетеді. Генджодан бір ақпаратты біледі. Осылайша Доғанда пазл құралады. Ол осыдан 20 жыл алдын үйден кеткен жағдайды еске алады. Оның үйден кеткенінің себебі әкесі бір адамды өлтіріп, оны басқа бейкүнә адамға жаба салды. Және ол адам Бихрам еді, нақтырақ айтсақ Мердан. Яғни Бихрамның шын аты Мердан. Дидем сол суреттердің көшірмесін Бихрамға береді. Генджо тағы да Мелекке келіп кешірім сұрайды. Синанды сол суреттер арқылы қорқытып түрмеден шығып алады Бихрам. Чагла, Генджо бәрі Бихрамды күтіп алуға барады. Тәтесі Чагланың әпкесімен кездесуге келді. Махинур оны көріп не істерін білмей шокта тұр. Бихрамды Доғанда күтіп алады. Және жеке сөзге алып кетеді. Екеуі Чагла отырған көлікке жақа келеді. Доған Бихрамға шындықты біліп қойғанын, оның Мердан екенін білгенін айтады. Чагла бұл есімді естіп Мердан деген адам, яғни ағам деп жүрген адам, оның әкесін өлтіргенін түсінеді.